Сәлем қыздар, бүгін үй жағдайында керешке дайындайтын боламыз. Үйіңізде осындай қалып кеткен булка болса, тастамай осылай барлығын соломка қылып турап, бөлек ыдысымызға сұйылмаймызды құйып, оның үстінен қарабұрыш, паприка және шашликтің приправаларын барлығын салып, аузын жауып, кішкене 1-2 сілкілеп алдым. Барлығы кішкене жақсылап араласқаннан соң, үстінен туралған нандарымды салып, оны да жақсылап 1-2 рет қозғап осылай пергаментный бумаганың үстіне барлығын салып, менде бұл жерде көп болып кетті, сол себептен 2-ге бөліп салып 4-5 минутқа қызып тұрған печкаға салып алдым. Магазиннің керешкелерінен еш айырмашылығы жоқ. Үй жағдайыңызда балаларыңызға дайындап беріңіздер, ас болсын. Парақшама тіркеліп, қолдауларыңызды күтемін. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.